Егіздер мен шаруа, Ұйғыр халқының ертегісі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ерте заманда бір патшалықтың үйінде егіз ұл бала дүниеге келеді. Егіздер сымбатты жігіт болып өседі. Күндердің бір күнде егіздердің тәбеті жоғалады. Олар не тамақ, не сусын іше алмайды. Патшаның буған қатты қайғырады. Емшілерінің бірде-біреуі мұның себебін ашып айта алмайды. Балалар өкесінен басқа елге барып емделуге рұқсат сұрайды. Әкесі рұқсат береді. Егіздер жолда бір шаруаны жолықтырады. Ол кетпенмен қатқақ жерді шауып жатқан еді. Егіздер шаруаға жақындайды. Тәбет ашатын дәрі бар ма екен? Айта аласыз ба? Ондай дәрі бар дейді шаруа. Бірақ менің жұмысым көп. Сендер маған көмектесіңдер. Мен сендерге ондай дәріні тауып беремін. Егіздер келіседі. Шаруа кетпенін егіздерге беріп үйіне кетеді. Қуанаған егіздер кеш батқанша еңбек етті. Шаруа әйеліге үлкен қазан толы палау жаса деп тапсырады. Кешкісін шаруа егіздерді үйіне алып келеді. Олардың алдына ыстығы бұрқыраған палауды қояды. Егіздер алдыларындағы палауды бөле жармай сүйсініп жеп қояды. Ата, сіз мына палауға қандай сиқырлы дәрі қостыңыз? Оның дәмі өте дәмді болыпты деп сұрайды егіздердің бірі. Ондай дәрі қосқан жоқ. Бұл сендердің бүгінгі қосқан еңбектеріңнің дәмі, балаларың дейді шаруа. Патшалықтың ойын түсінген егіздер ауылына қайтып келеді. Аударған Бибісара Омарова. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және достарыңызға жіберіңіз.